Сәлем достар, уәде етілген тендер бойынша ұту, яғни өзімнің авторлық формуламды сіздерге қазір көрсететін боламын. Жалпы формуламды көрсетпес бұрын кішігірім өзім туралы айтып өтейін. Есімім Жания Бақтиярқызы, Жетісайдың тумасымын. Жасым 22-де, ЖНПУ университетінің түлегімін. Қазіргі таңда тендерді бизнеске айналдырған бизнес-вумен боламын. Ал енді жалпы сіздерге уәде еткен баға есептеу формулама тоқталмас бұрын тендерде формуланың маңыздылығын түсіндіріп өтейін. Егер сіз тендерде дұрыс баға қоюды білмесеңіз, анализ жасай алмасаңыз, сіз тендерді ешқашан ұтпайсыз. Сол үшін сабақты до конца қараңыз. Келістік пе? Давайте формуланы мысалмен түсіндіремін. Расходтарды есептеймін, таза пайданы шығарып, баға қоюға көмектесетін боламын. Кеттік. Жалпы мына жерде мен сіздерге дайын бір тауар тендерін көрсетіп отырмын. Былайша айтқан кезде өте үлкен сумалық тендерді көрсетіп отқан жоқпын. Неге? Себебі сіздерге новичоктарға үлкен сумалықтарды көрсететін болсам, кішкене түсініксіз болып қалуы мүмкін. Енді давайте соны порталдан көрсетейін. Міне қараңыздар, порталда осы рамка тендері ойнатылып тұр. Бір штугына тендерде 1978 теңге берген. Енді бұл жерде кім ұтады? Конечно, тендерде бағаны кім төмен берді, сол кісі ұтады. Ал енді сіз өзіңізге тиімді дұрыс баға қоюды білгіңіз келсе, міне қараңыз. Рамка 130 штук заказчикке керек. Кімге? Яғни Маңғыстаудағы Муналинский райондағы госучреждение акиматқа керек. Осы акимат 130 штукты 1978 теңгеден общий 257 мыңға ойнатып жатыр. Ал енді мен осыны формулаға салып берем, қараңыздар. Жалпы формула рамкада бірінші очередте тендердің беріп тұрған сумасын шығарып алам. Сөйтемде өзімнің расходтарым санап бастаймын, себебі тендер ұтсаңыз, всегда алдында оны орындау үшін қалтаңыздан ақшаны бірінші сіз шығарасыз. Тендерді орындап болғаннан кейін ғана заказчик сізге төлеп береді. Сол үшін мен ол шығынға дайынмын ба, дайын емеспін ба деп расходын шығарып алам. Оны қалай шығарам? Конечно, тауар тендеріне қатысып жатсыз ба? Бірінші очередте сізге қанша количество керек және бір количествосының бағасы қанша. Біз бұны оптовиктен 350 теңгеге аламыз. 130 штук керек болғандықтан 130-ға көбейтеміз. Сонда бізде қалтамыздан шығатын шығын 45 мың теңге. Ойлаш, 45 мың теңгең дейтін, бұлай қарап тұрсаң, тендерді бастауға өте аз сумма, опыт жинауға кайф. Енді істейсің, бұл тауарды Алматыдан аласың. Сөйтіп, сен Алматыда отырсаң да, Семейде отырсаң да, тендерді ұтып алып, онлайн, фурамен, индрайвермен, Муналинский районға салу жіберсең болады доставкасын. Енді бұның доставкасына мен грубо 15 мың теңге есептедім. Негізі 15 мың шықпайды. Просто шығынға кет қалмасын деп грубо есептей салдым. Енді баға қоюға келеміз. Бізде общий шығын 60 мың теңгені құрап тұр ғой, дұрыс па? Енді баға қою үшін не істеймін? Шығынымның үстіне плюс 40% қосамын. Неге? Өйткені мен қалтамнан 60 мың теңге шығарып тұрсам, соның үстінен таза пайда 40% көретін болсам, маған обидно емес деймін жалпы. Сіздерге де солай қоюға кеңес берем. Яғни сонда 84 мың теңгені құрайды екен. Таза пайда мына тендерде қалай есептейміз? 84 мың теңгеге тендерді ұтып алсаңыз, 84 мыңнан шығындарды алып тастайық, сол кезде таза пайда қалады. Ол қалай? Біз тауарды сатып алатын шығынымызды, сосын доставканың шығынын есептедік, 60 мыңды құрады. 84 мың теңгеге тендерді ұтсақ, одан 60 мыңды аламыз. Тағы да біз тендер ұтқаннан кейін оған 3% налог төлейміз ұтқан суммамыздан. Сол 84 мыңның 3% бізде 2520 теңгені құрайды. Сол кезде бізде таза пайда 21480 теңгені құрайды екен. Кайф қоя, үйде жаттың, короче. Үйде жаттың, рамка тендерін ұтып алдың, заказчикпен келісіп, жаңағы оптовикке звондап, тауарды салып жердің, ол қабылдап алды. 60 мың теңге қалтаңнан шығардың, үстіне тағы 21 мың теңге пайдасымен, сонда 84 мың теңге саған қалтаңа түсіп тұр. Бұлай, жалпы бұндай пайданы ешқандай жерде сізге бере бермейді. Каспиймен айналыссаң да, басқамен айналыссаң да, бұлай оптым тауар сата алмайсың. Ал сен бұл жерде оптовик болуың міндетті емес. Жай үйде жатқан бір декреттегі ана болсаң да, студент болсаң да айналыса аласың жалпы. Кайф па? Қалай бұлай? Сіздерге ұнап жатыр ма? Жалпы мен сіздерге пайдалы боламын, мен оған гарантия берем. Ол үшін не істейсіздер? Менің инстаграмды көріп отырсыздар, осыған тіркеліп алыңыздар. Мен жалпы аптасына 2-3 рет инстаграмда прямой эфирлер жүргізіп отырамын. Және ол прямой эфирлерде прям сіздерге ашып, әр тендерге разбор жасап, санап көрсетіп отырам. Және әр эфирлерімде ұтыстар болып тұрады, адамдарға кәдімгідей пайдасы бар ұтыстар. Сол үшін прямой эфирлерімді жібермеңіздер. Және де
прям нақты тендер саласымен айналысып көрейінші, қатысып ұтып көрейінші дейтін болсаңыздар, Алматы қаласында офлайн және басқа қалаларға онлайн менде практикум сабақтар болады. Тендер менікі емес деген сияқты өзіңізді сынап көргіңіз келсе де, немесе действующий тендершік болсаңыз да, работа тендерлеріндегі сметаны үйренгіңіз келсе, менің практикум сабақтарыма қатысуға кеңес беремін. Сол практикум сабақтарында прям тендердің 3 тауар, услуга, работа направленияларына тоқталып, баға қоюға көмектесіп, менімен бірге прям сол жерде тендер ұтып кетсеңіздер болады. Толығырақ мәлімет білгілеріңіз келсе, Инстаграмдағы профильдегі сілтемеге өтіңіздер.